여러분 안녕하세요. 몰리주베야 몰리쌤입니다. Достар, біз бүгін сіздерменен кәріс тіліндегі септік жалғауларына тоқталатын боламыз. Септік кәрісше гёк деп аталады. Септік жалғаулары гёк чоса болса, ең алдыменен кәріс тілінде де тура қазақ тіліндегідей 7 септік бар. Yani 한국어는 가자호와 똑같이 7개의 격을 가지고 있습니다. Олар 주격, атау септік, сою격, ілік септік, 목적격, табыс септік, 여격, барыс септік, 처격, жатыс септік, 탈격, шығыс септік және догу격, көмектес септік. Ең алдыменен атау септікке тоқталайық. Атау септік бізде жугёк, атау септік жалғаулары жугёк жоса. Осы жерде кішкене шатасуларыңыз мүмкін, өйткені қазақ тілінде атау септікте жалғау жоқ, нөлдік жалғау. Ал кәріс тілінде бір емес бірнешеу бар жалғаулары. Ол ика, кесо, кеупсо, эсо, со. Бірақ біз бүгін осылардың ішінде ең жиі қолданылатын, ең көп қолданылатын икаға тоқталатын боламыз. Ика ол атау септігінің жалғауы, зат есімге жалғанып, сол зат есімнің сөйлемнің бастаушы болып тұрғандығын білдіреді. Зат есіміміз дауыссызға аяқталса и, дауыстыға аяқталса га жалғанады екен. Тоқталайық. Емун. 책상이 있어요. үстел бар. Не бар? Үстел бар. Яғни үстел сөзі атау септігінде тұр, одан кейін жалғау жоқ, онда міндетті түрде кәрісшеде ол жерде иға жалғанады екен чексаң сөзіне. Чексаң бізде үстел, оған иді жалғадық. Неге? Өйткені чексаң бізде ың деген дауыссыз әріпке аяқталып тұрғандықтан дауыстыдан басталатын и жалғанды. Келесі, орындық жоқ. 의자가 없어요. Не жоқ? Орындық жоқ. Яғни орындық деген сөйлемнің бастаушы болған тұрғандықтан оған біз атау септігінің иға жалғауын жалғадық. Ыйжа жағдайында га жалғанды. Неге? Өйткені біздің ыйжа деген зат есіміміз дауысты әріпке аяқталып тұрғандықтан дауыссыздан басталатын га жалғанды. Келесі. 남동생이 왔어요. інім келді. Кім келді? Інім келді. Інім келді. Яғни сөйлемнің бастаушы інім, яғни іні сөзіне иганы жалғаймыз. 남동생 жағдайында и жалғанды, себебі тура солай жоғарыда айтқанымыздай 남동생 дауыссыз ың әріпіне аяқталғандықтан дауыссыдан басталатын и жалғанды. Келесі. 불고기가 맛있어요. 불고기 дамды. Не дамды? 불고기 дамды. 불고기 бізде сөйлемнің бастаушы болып тұр, яғни оған иганы жалғаймыз. Сонда 불고기가 맛있어요. 불고기 сөзі зат есіміміз дауысты әріпке аяқталып тұрғандықтан оған дауыссыздан басталатын га жалғанды. Осы жерде бұны басқаша айтатын болсақ, дауыстыға, дауыссызға дегенмен патчим бар, патчим жоқ деп те айтуға болады. Патчим бар жағдайымыз ол дауыссызға аяқталған жағдай, мысалға чексаң, намдоңсең деген секілді. Ал патчим жоқ дегеніміз дауыстыға аяқталған жағдай, мысалға ыйжа, 불고기 деген секілді. Ескерту осы жерде на, чо, дугу деген есімдіктерге осы атау септігінің жалғауы жалғанған кезде олар автоматты түрде басқа формаға өзгеріп кетеді екен, яғни формасын өзгертеді. Яғни нага, чога, дугуга деп қолданбаймыз. Нега, чега, дуга деп қолданады екен. Яғни дуга дегеніміз кім, нега деген мен, чега деген тоже мен, бірақ неганың сыпайы формуласы. Осыны ескеріңіздер. Нага, чога, дугуга деп қолданып жүрмеңіз. Келесі. Атау септікті қорытындылайтын болсақ, яғни зат есімге жалғанып, сол зат есімнің сөйлемнің бастаушы болып тұрғандығын білдіреді екен. Бұл бір. Екінші, зат есіміміз патчим бар болса, яғни дауыссыз әріпке аяқталып тұрса, онда и жалғанады. Мысалда көріп тұрғандарыңыздай, доңсең и. Келесі, патчим жоқ болса, яғни дауысты әріпке аяқталып тұрса, онда га жалғанады. 불고기가. Бұны былай жатасаңыздар болады. Зат есім дауыссызға аяқталса, онда дауыстыдан басталатын жалғанады. Зат есім дауыстыға аяқталса, онда дауыссыздан басталатын жалғанады. Осылай жаттау кішкене оңайырақ болады. Олай болса, ілік септікке көшейік. Ілік септік жалғауы бізде союгёк жоса. Яғни союгёк дегеніміз ілік септік, жоса жалғау. Ілік септіктің бір ғана жалғауы бар, қуанышымызға орай, ол зат есімге жалғанып, тәуелділік мағынасын білдіреді. Оқылуы негізі ый болып жазылғанмен, ый деп те оқылады, бірақ кәрістер әдетте оны көп жағдайда бір 99%-інде е деп оқиды. Ый деп жазылғанмен, деп оқиды. Мысалға, чингу ый емес, чингу достың
кімнің, достың, кімнің, ненің ғой ілік септігінің. Мысалдарға тоқталайық. Хангуге кукки, Кореяның туы. Енді осы жерде ненің, кімнің, Кореяның, Кореяның деген мағынаны білдіру үшін Корея сөзіне ілік септігінің жалғауын жалғадық. Хангуге кукки. Келесі, Қазақстанның қаласы. Казахстане тоши. Яғни Қазақстанның деген мағынаны білдіру үшін Қазақстан сөзіне осы ілік септігінің жалғауын жалғадық. Казахстане тоши. Келесі, соньоэ кабан. Қыздың сөмкесі. Қыз деген соньо, қыздың соньоэ. Яғни деген ілік септігінің жалғауын жалғадық. Келесі, онье чек. Әпкенің кітабы. Онни әпке, әпкенің онье. Келесі, оммаэ хендефон. Ананың телефоны. Омма ана, ананың оммаэ. Анамның. Келесі, осы жерде де ескерту бар. Бізде на, чо, до деген есімдіктер бар, жүктеу есімдіктері мен, тағы да чо деген наның спай формасы, но деген сен. Енді осыған ілік септігінің жалғаған кезде олар көбінесе нае, чое, ное болады ғой, енді на, чо, ноға жалғаған кезде. Бірақ олар көп жағдайда қысқартылып не, че, де деп қолданылады. Мысалға, наеміз не болып кетеді, чоеміз че болып кетеді, доеміз де болып кетеді. Бірақ дені көбінесе кәрістер ди деп оқиды. Ди. Де деп те айтады, бірақ ди деп айтады. Мысалға, дое чек дегенді ди чек деп айтады, сенің кітабың. Мысалға, нае ирімін нана ео. Менің есімім Нана дегенді не ирімін Нана ео деп те айтады. Келесі, чое кабан ео. Менің сөмкем. Оны чое деп жатпай, олар че деп айта салады. Че кабан ео. Келесі, дое чегида. Сенің кітабың. Осыны дое дегенді ди деп оқиды. Д деп жазылады, бірақ ди деп көбінесе оқиды. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Ди чегида. Тағы да осы ілік септігіне қатысты ескеретін нәрсе, ілік септігіне на деген, мен деген жүктеу есімдігі бар, Осы маған, яғни наға жақын заттар туралы айтқан кезде, наны біз көбінесе нае дегенді уриге ауыстырып айту көбіне более табиғи, яғни более естественно деп айтсақ болады. Мысалға, менің анам, нае омма. Осы жердегі наені кәрістер көбіне уримен айтады. Яғни ури дегеніміз тура айналдырғанда біз ғой, бірақ егер сенің өзіне жақын заттар туралы айтқан кезде кәрістер сол жаңағы нае дегенді уримен айналдырып айтады екен. Солай сіз айтсаңыз более кәдімгі естественно, табиғи естіледі екен. Яғни нае омма деп айтып жатпайды, олар ури дейді. Сіз оны түсініп жүрмеңіз, біздің анамыз деп, менің деген мағынада қолданады. Мысалға, нае чип дегенді ури чип деп айтады. Мағынасы менің үйім. Нае нара менің елім, оны ури нара деп айтады. Кәрістер көбінесе Кореяны ури нара деп айтады. Сіз мысалға өзіңіздің еліңізді ури нара деп айта аласыз. Мысалға, Қазақстанды мен ури нара деп айта аламын. Бұның мағынасы біздің елім емес, менің елім. Нае дегенді естеріңізде сақтаңыздар, осы ілік септігіне байланысты наға ілік септігі жалғанса, олар оны көбінесе уримен ауыстырып қолданылады екен. Олар мокчокгёк жоса, табыс септігінің жалғауы. Мокчокгёк дегеніміз табыс септігі, жоса жалғау. Бұл жерде тоже бірақ жалғау бар, қуанышымызға орай, ол ілріл. Ілріл, бұл қазақ тіліндегі д, т жалғауларының аналығы. Зат есіміміз дауыстыға аяқталса ріл, дауыссызға аяқталса іл жалғанады екен. Мысалдарға назар аударайық. Мысалға, кітапты оқимын. Чегіл ілсімейді. Кітап, чек, яғни кітапты, чек, іл. Яғни чек бізде дауыссыз әріпке аяқталып тұрғандықтан, дауыссыдан басталатын іл жалғанды. Чегіл. Біз мысалға табыс септігінің жалғауын көбіне түсіріп айтамыз, Кітапты оқимын емес, кітап оқимын деп айта саламыз. Шайды ішемін емес, шай ішемін деп айта саламыз. Бірақ на самом деле ол жерде жасырулы тұр, Нені ішемін, нені оқимын. Мысалы, кино көремін дегенде негізі біз киноны көремін ғой. Яғни кәрістер де олар біз секілді түсіріп те айтады, түсірмей де қолданылады. Яғни көбінесе кітап жағдайында, ғылыми жағдайда, ресми жағдайда ілріл түсірілмей айтылады. Сондықтан білгендеріңіз дұрыс. Яғни кітапты оқимын, чегіл ілсімнейді, пабыл моқсымнейді, тамақты жеймін. Нені жеймін? Тамақты жеймін. Яғни тамақ, пап сөзіне
жаңағы нені, тамақты деген мағынаны білдіретін дауыс септігінің іль жалғауын жалғаймыз. Пап жағдайында іль жалғанды. Неге? Өйткені пап бізде дауыссыз әріпке аяқталған, сондықтан дауыстыдан басталатын іль жалғанды. Пабыл. Келесі, боосыл хамника, нені істеп отырсың? Не дегеніміз бот, нені, боосыл. Я? Түсінікті деп ойлаймын. Іль. Табыс септігінің жалғауы. Барыс септік. Барыс септікті біз йог немесе паңяң-йог деп атаймыз. Барыс септігінің жалғаулары енді біреу ғана емес. Бұл жерде ыру, эге, ке, анте деген жалғаулар бар. Кестеге назар аударсаңыздар, мысалға еге, балаға. Бала дегеніміз еге, балаға, яғни еге жалғау жалғанды. Келесі, үйге, чип дегеніміз үй, яғни үйге, чибе. Бұл жерде жалғанды. Яғни қашан қашан еге, қашан анте, қашан ыру жалғанады деп ойлауларыңыз мүмкін. Оған қазір келесі алдағы уақытта тоқталамыз. Ең алдыменен ыру. Ыру бізде көбінесе қайда деген сұраққа жауап беретіндерге жалғанады. Мысалға, түйру казео. Артқа қарай жүріңіз, артқа қарай барыңыз. Арт дегеніміз түй, оған ру жалғанды. Қараңыз, қашан ыру, қашан ру жалғанады десеңіз, оп-оңай. Зат есіміңіз дауыстыға аяқталса, немесе рил әрпіне бітсе, онда ру жалғанады. Ал дауыссыз әріптерге аяқталса, рилден басқа дауыссыз әріптерге аяқталса, онда ыру жалғанады. Мысалға, түй, арт деген жағдайда бізде дауысты әріпке аяқталып тұр, уй деген. Сондықтан ру жалғанды. Түйру казео. Артқа қарай. Қайда барыңыз? Артқа. Түй, арт, түйру, артқа. Яғни кімге, неге? Қайда, артқа. Келесі, тибуру озео. Үйге келіңіз. Тип деген үй, тибуру үйге. Уже қайда деген мағынаны беріп тұр, ыру. Кімге, неге, қайда, ыру. Келесі жалғауымыз Бұл енді неге және қайда деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, кояңе торагамнида. Туған жеріме, еліме қайтамын. Туған жер, кояң, енді туған жеріме, неге, қайда деген мағынаны беру үшін туған жер сөзіне ені жалғаймыз. Яғни барыс септігін жалғау, кояң, торагамнида. Жоғарыдағы родан айырмашылығы, ро дегеніміз тек қана бағыт, мекен мағынасын ғана білдіре алады. Ал мынау просто қандай да бір затқа. Мысалға, суобе дыжоссойо. Неге кешіктім? Сабаққа кешіктім. Суобе дыжоссойо. Сабақ суоп, сабаққа суоп Яғни, кімге, неге деген мағынаны білдіру үшін жалғауын жалғадық, суоп Яғни, родан енің айырмашылығы, дегеніміз неге деген сұраққа да жауап бере алады, ал ро дегеніміз тек қана қайда деген сұраққа жауап бере алады. Барыс септігінің сұрақтардың ішінде неге, қайда, кімге барлығы бар ғой. Яғни, енің айырмашылығы екі сұраққа да жауап береді екен. Келесігінің бізде эге, ке және анте. Бұл жаңағы жоғарыдағы екі ро менен еден айырмашылығы, бұл үш жалғау тек қана адамзат пен жан-жануарға қатысты ғана қолданылады. Сәйкесінше алдындағы жалғаулар адамзат пен жан-жануарға қатысты қолданыла алмайды, яғни жансыз заттарға ғана қолданылады. Сәйкесінше адамзат пен жан-жануарға ғана қатысты қолданғандықтан сұрағы сәйкесінше кімге болады? Чега 친구에게 전화해요. Мен досыма қоңырау шаламын. Кімге? Досыма. Осы жердегі дос, 친구, досыма деген мағынаны беру үшін оған барыс септігінің эге деген жалғауын жалғадық. 친구에게 전화해요. Келесі, егені біз антеменен ауыстырсақ та мағынасы тура сондай болады. 제가 친구한테 전화해요. эге мен антенің айырмашылығы, эге бізде кітаптың ресми стилде де қолданады, ауызша стилде де қолданады, ал анте тек қана ауызша стилде ғана қолданылады. Айырмашылығы осы, ал былай мағыналары бірдей. 친구에게 전화해요, 친구한테 전화해요. Айырмашылық жоқ. Келесі, ке. Осы жердегі ке эге мен антенің ноппиммал дейді, карше сыфайы формуласы. Яғни, сіздің қандай да бір айтайын деп отырған адамыңыз, сізден жасы өте үлкен болса, немесе сыйлы адам болса, сыйлау керек адам болса, онда оны сіз ноппиммал қолданып, кемен айтасыз. Мысалға, 친구 дегеніңіз дос. Досыма қоңырау шаламын дегенде, эге мен антені спокойно қолдана берсеңіз болады. 친구에게 전화해요 деп. Немесе 친구한테 전화해요. Ал енді, 할머니,
әжеңізге хабарлатын болсаңыз, әжеңіз сіздің досыңыз емес, сізден қаншама жасы үлкен, оған сіз сыпайы сөйлеу стилін қолдану керексіз. Яғни эге мен антенің сыпайы сөйлеу стилі ол ке. Яғни 할머니께 전화 드려요. Яғни 전화하다ның тоже сыпайы формуласы бар, ол 전화 드리다. Сонда 할머니께 전화 드려요. эгенің сыпайы формуласы ке, 전화하다ның сыпайы формуласы 전화 드리다. келесі мысалға 동생한테 선물을 줘요. ініме немесе сіңіліме сыйлық беремін, осы жерде кімге, неге, ініме, кімге, ініме деген мағынада антені спокойно қолдандық. Енді оның астындағы мысалға қарасаңыздар, 선생님께 선물을 드려요 деп тұр, кімге, мұғалімге. Енді мұғалім ол бізде досымыз емес, тоже ол біздің білім беретін адам, оны сыйлау керекпіз, сондықтан оған біз сыпайы формулада кені қолданамыз. 선생님께 선물을 드려요. яғни 선물 주다ның сыпайы формуласы 선물을 드리다. яғни ке, анте, эге қорытындылайтын болсақ, тек қана адамзат пен жан-жануарға ғана қолданылады екен. эге мен антенің мағынасы бірдей, ал ке дегеніміз олардың сыпайы формуласы екен. келесі септігіміз бізде жатыс септік. жатыс септікті біз чогёк деп те айта аламыз, немесе чосогёк деп ортасында соны қосып та айта береді жатыс септік. яғни жатыс септік жалғаулары чогёк, чоса, олардың қатарына эсо және анте жатады. жоғарыдағы жаңағы барыс септікке кішкене ұқсас, анте деген жерлері. бірақ оны жаңа контекст барысында ажырату өте оңай. мысалға кестеге назар аударсаңыздар, неде, қайда, қалада. кімде, неде ғой жатыс септігінің сұрағы. неде, қалада. тошиэсо, қала, тоши, оған эсоны жалғадық. тошиэсо. келесі, кімде, қызда. қыз дегеніміз соньо, оған антені жалғадық та, соньо анте, қызда. келесі, дүкенде. дүкен бізде каге, яғни қайда, каге, дүкенде. келесі, жер, таң, қайда, жерде, таңе, неде, қайда, жерде. енді осы жердегі эсо антенің қолдану айырмашылығы, эсо дегеніміз жаңағы кімде, неде, қайда деген сұрақ қандай да бір іс-әрекеттің мекені болса, онда эсо болады. яғни мен қалада тұрамын. тоши эсо сарайо, яғни тұру іс-әрекетінің орын алып жатқан жері тоши, сондықтан оған эсо жалғанды. яғни қандай да бір іс-әрекеттің мекені болса, онда эсо жалғаймыз. ал просто қандай да бір заттың мекені болса, онда ені жалғаймыз. мысалға кагее исойо, дүкенде бар. дүкенде бір нәрсе бар, мысалға. қайда бар, дүкенде бар. неде бар, дүкенде бар. қайда, дүкен, каге, кагее, дүкенде, яғни анте, жаңағы мен эсодан антенің айырмашылығы, ол енді жоғарыдағы айтқанымыздай жануарлар мен адамзатқа ғана қатысты қолданылады. олай болса, мысалдарға назар аударайық. эмун, кагее исойо, жоғарыда айттым, энің жалғануы. кагее исойо, дүкенде бар, яғни қандай да бір зат немесе нәрсенің орналасу, орны туралы айтқанда ені жалғаймыз. қайда, неде, ені жалғаймыз, чибе, үйде. ал эсо жалғанады, ол қандай да бір іс-әрекет орын алып жатқан іс-әрекеттің мекенін айтқан кезде. қайда, неде. мысалға мектепте оқимын, яғни оқу процесі, оқу іс-әрекетінің орын алып жатқан мекені хаккё. сондықтан оған эсо жалғандық. 학교에서 공부했어요. 공장에서 일해요. мысалға заводта жұмыс істеймін. яғни жұмыс істеу іс-әрекетінің орын алып жатқан мекені 공장. сондықтан соған эсо жалғандық. яғни қашан эсо, қашан жалғайтын түсіндік, просто ол жерде іс-әрекет жоқ, қандай да бір нәрсе бір жерде бар дегенді айтқан кезде, кімде, неде. ал кімде, неде бір нәрсе істеп жатсаңыз, іс-әрекет болса, онда эсо болады. ал анте ол жаңағы адамдарға қатысты қолданылады, келесі септігіміз бізде шығыс септік. шығыс септік тальгёк. шығыс септік жалғаулары тальгёк, чоса. олардың қатарына эсо, ырубутто, эгесо, антесо деген жалғауларымыз жатады. яғни жоғарыдағы эге, анте дегендерге осы жерде уже со деген қосылды, буын. ырубутто, мысалға тоширубутто, қаладан. тоши, қала,
тоширу бутто қаладан, иә. Мына жердегі робутто мен робуттоның айырмашылығы тура жоғарыдағы айтқанымыздай өзінің жалғанатын зат есімі дауысты әріпке аяқталса, онда робутто, дауыссыз әріпке аяқталса, онда робутто. Мысалға, теңізден, қайдан келдің? Теңізден. Мысалға, падаро бутто. Яғни робутто және эсо екеуінің мағынасы бірдей. Мысалға, кәрістерде көп сұрайды, оди эсо вассойо, қайдан келдің? Оди қай, эсо қайдан. Оди эсо. Мысалға, Қазақстаннан келдім. Қазақстан эсо вассойо. Яғни Қазақстаннан. Қазақстан эсо, Қазақстаннан, иә, кімнен, неден, шығыс септігін жалғауы. Робутто және эсо. Бұлар енді жағанағындай жансыз зат есімдерге жалғанса, эгесо мен антесо өздеріңіз білетіндей нелерге қатысты? Жан-жануарлар және адамға қатысты. Осы жерде қараңыз, эсо тек қана заттарға қатысты, жансыз заттарға. Ал эгесо және антесо ол тек қана жан-жануарлар мен адамдарға қатысты. Ал робутто екеуіне де бола береді. Жансыз заттарға да, жансыз заттарға да бола береді. Мысалға, омониру бутто, анамнан, шешемнен, иә, немесе оны омони эгесо, омони антесо деп те қолданамыз. Сонымен шығыс септік түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай көмектес септікке көшетін болсақ, көмектес септік бізде тогу гёк деп аталады. Тогу гёк. Көмектес септік жалғаулары тогу гёк чоса. Олардың қатарына ыру, вакуа хамке, вакуа катчи, раң ираң, немесе хагу камке деген секілді көп формулалар бар. Осының ішінде ең көп керегі сіздер вакуа хамке немесе вакуа катчиді жаттап алсаңыздар жеткілікті. Яғни мен, бен, пен мағынасы беретін. Енді осы жердегі ыру менен вакуа хамкенің разницасы айырмашылығына келетін болсақ, ыру бізде жоғарыда айтқанымыздай тек қана олар жаңағы жансыз заттарға қатысты. Мысалға, қасықпен соткарагуру, көзбен нунуру, қаламмен пенуру. Мысалы, қаламмен жазамын, пенуру сойо. Көзбен көремін, нунуру пайо, нунуру пайо. Келесі, мысалы, қағазбен сүртемін, жоңиру таккайо, таккайо, жоңиру қағазбен. Қағаз жоңи, жоңиру қағазбен. Нун көз, нунуру көзбен деген секілді. Яғни айырмашылықтары ырумыз осындай жансыз заттарға жалғанса, ал адам мен жан-жануарларға қатысты бізде жаңағы вакуа хамке, вакуа катчи жалғанады екен, немесе раң ираң. Енді қараңыз, қашан уа хамке жалғанады? Уа хамке жалғанады егер біздің зат есіміміз дауысты әріпке аяқталса. Дауыссызға аяқталса, куа хамке жалғанады. Мысалға, мысалда кестеде қарасаңыздар, Бағдатпен бірге. Бағдат, куа хамке. Бағдат деген есім бізде дауыссыз әріпке аяқталып тұрғандықтан куа хамке жалғанды. Келесі, қазір алдағы мысалдарда дауыстық аяқталған сөздерге қалай жалғанатындығын көресіздер. Мысалға, чонын 친구와 같이 도서관에 가요. Мен досыммен бірге кітапханаға барамын. Жердегі досыммен бірге, кіммен бірге деген мағына, кіммен дегенді білдіру үшін ва катчи жалғанды, көмектесеттік мағынасын білдіру үшін. 친구 дос, досыммен 친구와 같이. келесі, 저는 동생과 방을 청소해요. Мен ініммен немесе сіңіліммен бірге бөлмені тазалаймын. Яғни сіңіліммен дегенді айту үшін сіңілі сөзіне куа катчи жалғадық. 동생과 같이. Яғни ва катчи, куа катчи немесе ва хамке дегендеріміз бізде мен, бен, пен деген көмектес септіктің жалғаулары екен. Яғни зат есіміміз дауыссыз әріпке аяқталса куа катчи, дауысты әріпке аяқталса ва катчи жалғанады екен. Катчи мен хамкенің орны ауыса береді, мағыналары бірдей. Мысалға, дауыссыз әріпке аяқталған жағдайда, мысалы, доңсең, есі бол дегенде көріп тұрсаңыздар, куа катчи жалғанды. Бұл жерде енді басқаша. Жоғарыда мысалға, дауыссызға аяқталса, дауыссыздан басталатын жалғау жалғанушы еді ғой, именно көмектес септік жалғауында басқа. Дауыссызға аяқталса, дауыссыздан басталатын жалғанады. Доңсең деген, деген дауыссызға аяқталса, куа деген тоже дауыссызға басталып тұр, к деген. Доңсең куа катчи, есі бол куа катчи. Есі бол мен, інім мен. Келесі, 친구와 같이 және 민준 씨와 함께 деген жерде уа жалғанды. Неге? Өйткені зат есімдеріміз бізде дауысты әріпке аяқталып тұр. У деген және и деген. Сондықтан 친구와 같이 досыммен,
민준 씨와 함께 민준 иә. осымен біздің сабағымыз аяқталды. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요 잊지 마세요. 알림 설정은 필수. 안녕. 다음 수업에 와요.